Бәр жоғы 2-ақ ингредиенттен тұратын ерекше дәмді котлет және де пюре дайындаймыз. Алдымен капустамызды барынша ұсақтап тураймыз. Бір бас пиязымызды барынша ұсақтап тураймыз. Кеңірек ыдысымызға капустаны, пиязды және де фаршты саламыз. Дәміне қарап дәмдеуіштер қосамыз. Қандай дәмдеуіш қосқанымда описанияда міндетті түрде қалдыратын боламын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қолымызбен фаршымызды осылай ұрғылаймыз. Себебі біздің котлетіміз жарылып, екіге бөлініп кетуі мүмкін. Егерде өстіп ұрғылайтын болсаңыздар, бәрі бірігіп, ешқандай ашылмай, әдемі бір келкі болып пісетін болады. Аздап фаршты аламыз және де қолымыздың көмегімен осылай дөңгелектеп котлеттер жасаймыз. Барлық котлетіміз дайындап алған соң формамызды аздап майлаймыз және де котлеттерімізді ұнға кішкене батырамыз және үстінен сәл-сәл басып осылай формамызға орналастырамыз. Дайындаған котлеттерімізді қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 20-25 минут пісіріп аламыз. Табамызға аздап май құямыз, оған пиязымызды салып қызарғанша қуырамыз. Сонан соң сәбізді салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Бір бокал суымызға томат пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Қуырмашымыздың үстінен котлеттерімізді салып орналастырамыз. Алдын ала дайындаған соусымызды үстінен құямыз, қайнаған күтеміз. Қайнаған соң оттың астын баяу етіп қойып, крышкасын жауып, 15 минут тағы пеште ұстаймыз. Картофельный пюре дайындау үшін картошкамыздың сыртын ашып, жақсылап жуып аламыз және де бірнеше осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Салқын судан құйып, пеште картошкамыз пісіп дайын болғанша ұстаймыз. Татымына қарап тұздан себеміз. Картошкамыз пісті, дайын болды. Енді оған сары майымызды қосамыз және тұзымызды сеуіп, осылай миксермен езіп аламыз және сүтімізді аздап құя отырып араластырамыз. Толығымен езіп аламыз керек. Біздің пюреміз дайын болды. Осындай жұмсақ, нәзік болып шығады. Біздің ыстық тағамымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар.